Мен сіздерге кезекті математиканың тағы бір қызықты есептеу тәсілін түсіндірмекшімін. Бұл жердегі түсіндіретін есебіміз соңғы цифрлары 5-ке аяқталатын сандардың квадратын есептеу. Сандардың квадратын есептеуді біз жақсы білеміз. Санның квадратын есептеу үшін сол санды өз-өзіне 2 рет көбейтеміз. Біз енді 15-тің квадратын тез есептеп көрейік. 5-ті квадраттаймыз, 25. Енді ондықтар орындағы цифр 1. Бірдің алдындағы сан ол 2. 2-ге 1-ді көбейтсек 2. Енді қарап отырсаңыздар, 25-тің квадратын есептегенде тағы да 25-ті жазамыз. 2-ге 1-ді қоссақ 3. 2-ге 3-ті көбейтсек 6. 35-тің квадратын есептеген кезде тағы да соңына 25-ті жазып аламыз. 3-ке 1-ді қосатын болсақ 4. 3 пен 4-ті көбейтетін болсақ 12. 45-тің квадраты 25-ті жазамыз. 4-ке 1-ді қосатын болсақ 5. 5 пен 4-ті көбейтетін болсақ 20. Ары қарай қалған есептерді сіздерге осы тәсілді қолдана отырып тез-тез есептеп үйренулеріңізді сұраймын.